Форбстың мүшесі Дариға Назарбаева жаңағы мемлекеттік қызметте жұмыс жасады. Соны Болат Назарбаевтың ұлы Нұрбол Назарбаев құқық қорғау органдарында жұмыс істеді, бірақ одан шыққаннан кейін ол кісі Форбстың мүшелері болып кетті. Енді осы кісілер осы декларацияны тапсырды ма сол уақытта? Ол ақшалар туралы көрсетілді ма? Қалай ол кісілер Форбстың мүшесі болған? Дүние мүліктері барлығы сол декларацияда бізде көрсетілді ма? Сіздердің талаптарыңыз бойынша? Сұрағыңызға рахмет. Иә, сіз айтылған адамдардың барлығы декларацияны тапсырды. Өйткені ол тек қана бүкіл мемлекеттік қызметшілерге арналған қызметшілер бұл декларацияны тапсыру керек еді. Қандай сомалар не бар екен, біз оны жариялауға құқымыз жоқ. Өйткені ол салық кодексімен сондай мәлімет қорғалады. Енді бұл ол кісілер көрсеткені жаңағы соның ішінде офшорлық түрде сыртқа шығарғандары бар ма? Бүгін ғана біздің қаржы министрлігі мәжіліс отырысында айтып кетті. Осындай офшорлық компаниялар басқа жаңа мемлекетте бар екендігін айтып кетті. Енді осы кісілерге қатысты бүкіл түскен мәлімет, декларациямен бүкіл түскен мәлімет, оның барлығы салық кодексімен қорғалады. Ондай мәлімет жарияланбайды. Енді ол кісілердің біздің Қазақстан елінде қалай байыған туралы сіздер бір зерттеу жүргізесіздер ма? Анықтайсыздар ма? Қалай ол кісілер байыды бүгін күні Қазақстанда? Қалай ол кісілер бүгін жаңа Форбстың мүшелері болып кетті? Зерттеу ол салық органының құпиялығына байланысты біз сізге жария ете алмаймыз, және ол біздің жұмысымызға, құзыретімізге жатпайды. Оны құқық қорғау органдары айналысады. Сіздерде бүгінгі күнге жақсы күдік туындамай ма? Неге осы Нұрбол Назарбаев Болаттың баласы құқық қорғау органдарында қаңтар оқиғасына дейін жұмыс жасап келді, бірақ кейін Форбстың мүшесі болып кетті. Сіздерде күдік танытпай ма? Неге бүгінгі күнге дейін соны тексермей отырсыздар? Жоқ, бұл тақырыптан ауытқу емес, бұл осы декларацияға сіздер жоқ, сіз дұрыс айтып тұрған жоқсыз. Бүгінгі күнге тұра тұрыңыз. Бұл біздің қазақстандық азаматтарға бәрімізге керек ақпараттар, журналистерге. Сіз бүгін біздегі осы декларацияға қатысты бүткіл халық мүліктерін, қазір жеке кәсіпкерлер болсын, біздің тұлғалар болсын, бәрі тапсыру керектігін 2024 жылдан бастап талап етіп отырсыздар. 2021 жылдан бастап жаңа айтып кеткен тұлғалар бойынша бүгін күнге енді бүткіл елде күдік танытып отыр ғой. Осыларды сіз Нұрбол Назарбаевтың мүлкі туралы күдік танытпай ма сіздерге? Мемлекеттік қызметте талай жыл жұмыс істеп келді ғой. Бір күннің ішінде ол алады да Форбстың мүшесі бола қалады. Қашан тексересіздер осыны? Мадина ханым айтты ғой жаңа, сіз сұрағыңызға жауап берді. Бұзушылық ол біздің салық саласына жатпайды. Айтып отырмын ғой сізге. Оны құқық қорғау органдары жүргізеді. Иә, бұл сұрақ енді 250 декларация бойынша сол Нұрбол Назарбаев қандай мүлік көрсетті? Көрсетті ма, негізі тапсырды ма? Сол жерде болды ма? Мадина ханым, баспасөз мәслихатынан кейін нақтылап алыңыз онда. Жоқ, енді жеке тұлға болса, осы ол кісі мемлекеттік қызметкерлер, Назарбаевтың отбасыларына жақын адамдар. Енді біз талап етпегенде кім талап етеді осыны? Біз бүгінгі дейін осыған жауап таба алмай келе жатырмыз. Мадина ханым, біз ешкімді білмейміз, кім қандай адам екен. Бүкіл түскен мәлімет салық органдарына, сондай мәлімет қорғанады салық кодексімен. Ондай мәлімет біз жариялай алмаймыз.